Сәлеметсіңдер ме, білім алушылар? Мен Алматы облысы Ақсу ауданы Жансүгіров атындағы орта мектебінің физика пән мұғалімі Мұңалбаева Жазира Рымқабыловна. Бүгінгі біздің 9 сынып бойынша физика пәнінен өтетін сабағымыз фотоэффект құбылысына есептер шығару деп аталады. Оқу мақсаты: бірінші, Планк формуласын есептер шығаруда қолданамыз. Екіншіден, фотоэффект үшін Эйнштейн формуласын есептер шығаруда қолданады екенбіз. Бүгінгі сабақ бойынша сіздер нені білетін боласыздар? Біріншіден, есептер шығарғанда қолданылатын қажетті тұрақты шамалардың тізімін білетін боласыздар. Екіншіден, физикалық шамалардың аталуы, белгіленуі, формуласы, өлшем бірлігіне арналған жүйелік кестемен танысасыздар. Үшіншіден, Эйнштейн теңдеуін басқа формулалармен өрнектеу бойынша жүйелі сызбамен танысамыз, және Эйнштейн Планк формулаларына деңгейлі есептерін шығару жолдарымен танысамыз. Олай болса, біріншісінен бастайық. Яғни, Эйнштейн үшін фотоэффект теңдеуінде есептер шығарған кезде бізде мынандай 4 тұрақты физикалық шама кездеседі. Бұл тұрақты шамалардың мәндері есептің шартында беріледі. Планк тұрақтысы, жарықтың жылдамдығы, электронның заряды және электронның массасы. Кинетикалық энергия, электронның шығу жұмысы әдетте электрон вольт түрінде беріледі. Оны джоульге айналдыру үшін 1 электрон вольтта 1,6 көбейту 10-19 дәрежесіндегі джоуль бар, осы санға көбейтеміз. Толқын ұзындығы және қызыл шекара үшін толқын ұзындығы микрометрмен беріледі. Оларда біз микрометрді метрге айналдыру үшін 1 микрода қанша бар, оның 6 дәрежесі, яғни осы мәнді қояды екенбіз. Енді келесі екіншіден, физикалық шамалар, формула және өлшем бірліктер. Есеп шығарған кезде біз есептің шартын жазғанда міндетті түрде физикалық шаманың аталуын, белгіленуін, өлшем бірлігін білуіміз керек, және қандай формула пайдалану керек екендігін міне сол бойынша мында кесте құрылған. Яғни квант энергиясы Е деген әріппен белгіленеді, оның формуласы Е тең H-ню немесе H(S) бөлінген лямбда, өлшем бірлігіне 1 джоуль алынады ХБЖ бойынша. Электрон вольтпен берілсе, джоульге айналдырамыз. Тағы да электронның шығу жұмысы А деген әріппен белгіленеді. Оның формуласы тура жарық квант энергиясының формуласы сияқты, тек ньюдің орнына нью 0, лямбда 0 орнына лямбда 0 қойылады екен. Эйнштейн теңдеуі, міне бүгінгі өтетін теңдеу, H(ню тең А плюс МВ квадрат бөлінген 2. Сәуленің жиілігі гректің нью әріпімен белгіленеді. Оны табу үшін сыны лямбдаға бөлеміз. Оның 2 өлшем бірлігі бар, 1 герц және 1 секунд минус 1 дәреже. Толқын ұзындығы, яғни сәуленің толқын ұзындығы лямбда әріпімен белгіленеді. Оны табу үшін сыны ньюға бөлеміз. Яғни жиілік пен лямбда кершама болғандықтан бұлардың формулалары бір-біріне керісінше. Өлшем бірлігі 1 метр. Кинетикалық энергия, яғни ол жылдамдыққа тәуелді, МВ квадрат бөлінген 2. Мұндағы М дегеніміз электронның массасы, өлшем бірлігі 1 джоуль. Енді Эйнштейн теңдеуін бірнеше формулалармен қалай байланыстырамыз? Мына қарап отырсаңыздар, Эйнштейн теңдеуінде, яғни жарық энергиясы, квант энергиясы, яғни H пен ньюдің көбейтіндісі, ол квант энергиясын береді. Энергияның айналу және сақталу заңы бойынша бұл квант энергиясы қайда жұмсалады? Яғни ол металдың бетіне жарық түскен кезде, одан электрондардың босап шығу жұмысына және де олардың қозғалыс энергиясы кинетикалық энергиясына айналуға жұмсалады екен. Сондықтан да мұндағы H пен ньюдің орнына квант энергиясының мәнін қоямыз. Немесе МВ квадрат бөлінген 2-нің орнына кинетикалық энергияның мәнін қоятын болсақ, мынандай күйде болады. Сонымен ойымызды қорытындылай келе, бұл формуланы 6 формуламен байланыстырып, мынандай 6 түрлі өрнекті алуға болады. Яғни есепті шығарған кезде осы шамалардың біреуін біз пайдаланады екенбіз. Олай болса, сабаққа көшейік. Бірінші есеп. Калий үшін электронның шығу жұмысы 1,92 электрон вольт. Калий үшін фотоэффектінің қызыл шекарасы қандай? Берілгені А тең 1,92 электрон вольт, табу керек лямбда 0. Тұрақты шамалар берілген, Планк тұрақтысы және жарық жылдамдығы. Халықаралық бірліктер жүйесі бойынша жұмыстың өлшем бірлігі джоуль болғандықтан, электрон вольт түріндегі берілген мәнін джоульге айналдырамыз.
Ол үшін 1 электрон вольтта 1,6 көбейту 10⁻19 дәрежесі джоуль бар. Осы мәнге көбейтеміз. 1,192-ні 1,6-ға көбейтсек 3 шығады, қалғанын көшіріп жазамыз қасына. Сонымен осыған тең болды. Формуласы А тең H бөлінген лямбда 0. Бұл жерден лямбда 0 табу үшін екеуі орындан қиғаштан орын ауыстырады. Осы формуламен шығарамыз. H пен S-тің орнына тұрақты мәндерін қоямыз. А-ның орнына джоуль түріндегі мәнін апарып қойып, мұнда 3 пен 3 қысқарады. Оның -19 дәрежесі, оның 8 дәрежесінің қасына плюс 19 болып барады. 8-ді 19-ға қосса 27, -34 плюс 27, -7-ні береді. Мына мәнді қасына жазамыз. Енді -7-ні -6-ға келтірейік, өткен бізге микрометр керек. Ол үшін -1 дәрежені үтірді алдыға жұмсауға, үтірді жылжытуға жұмсаймыз. 0,166 болады да, 10⁻6 дәрежесі метр. Бұны микроға алмастырған кезде 0,166 микрометр болады. Сонымен біздің есебіміздің жауабы метр түрінде, микрометр түрінде өрнектедік. Ал тест кезінде осындай есептер кездессе, мысалы көп жауапты тестте, міндетті түрде біз жауап бүтін сан түрінде, метр түрінде, микрометр түрінде айналдырып үйренсек, біз есепті белгілегенде жоғарғы балл мүмкіндігі болады. Сондықтан да өздеріңізді әдеттендіріңіздер, кез келген есеп шығарған кезде жауабын бүтін сан түрінде және де микрометр түрінде айналдыруды, дәреже түрінде айналдыруды әдетке айналдырадыңыздар. Келесі екінші есеп. Жиілігі 10-15 дәрежесі герц жарық түсіргенде литийден шыққан электрондардың максимал кинетикалық энергиясын табыңыз. Тұрақты шамалар берілген. Яғни неу тең 10-15 дәрежесі герц, кинетикалық энергия табу керек. Тұрақты шамалардың мәндерін жаздық. Енді бұл жерде қарап тұрсаңыздар, формулалар Эйнштейн формуласындағы шамалар екен. Эйнштейн формуласын жазамыз. Енді бұл жердегі mv квадрат бөлінген 2-ның орнына кинетикалық энергияның мәнін қоямыз да, оны тапқан кезде H ньюдан A-ны азайтамыз. Яғни қосындының мәні. Қосылғыштың біреуін тапқан кезде қосындының мәнінен келесі бір қосылғышты азайтамыз. Енді орнына сан мәндерін қоямыз. 6,63 жазып қойдық. Мына екі дәрежені біріктіргенде -34 плюс 15, -19-ды береді. Енді мына жерде бізде -18 болып тұр. Бұны -19-ға келтіру үшін үтірді 10-ға қарай бір орын жылжытып, 0-ді мынаған дәреже түрінде берсек, -19 болады. Сонымен екеуін бір-бірінен азайталамыз, өткен дәрежелері бірдей болды. 6,63-тен 3,8 азайтсақ 2,83 және негіздің біреу жазылады. Жауабы 2,83 көбейту 10⁻19 дәрежесіндегі джоуль. Енді бұны электрон вольтқа айналдырамыз. Электрон вольтқа айналдыру үшін 1 электрон вольтта қанша бар? 1,6 көбейту 10⁻19 джоуль бар, соған бөлеміз. 10⁻19 дәрежесі джоуль мен 10⁻19 дәрежесі джоуль қысқарады. 2,83-ті 1,6-ға бөлсек 1,77 электрон вольт болады. Жауабы 2,83 көбейту 10⁻19 дәрежесі джоуль және 1,77 электрон вольт. Келесі есеп. Кейбір металл үшін фотоэффектінің қызыл шекарасы 27 көбейту 10⁻7 дәрежесі метр. Толқын ұзындығы 1,8 көбейту 10⁻7 дәрежесі метр. Сәулемен сәулелендіру арқылы осы металдан ұшып шығатын электронның максимал кинетикалық энергиясын табыңыз. Онда есептің берілген жазу үшін фотоэффектінің қызыл шекарасы үшін толқын ұзындықтың мәні лямбда 0 деп алайықта, ал жай ғана толқын ұзындықты лямбдамен белгілейік. Кинетикалық энергияны табу керек. Яғни Эйнштейн теңдеуін жазамыз. Бұл жерде mv квадрат бөлінген 2-ның орнына кинетикалық энергияны қоятын болсақ, теңдеу мынандай күйде болады. Енді бұған тағы да өзгертулер енгіземіз. Яғни жұмыстың орнына HS бөлінген лямбда 0-ді қойсақ, ньюдің орнына S бөлінген лямбдадан қоямыз да. Онда өрнегіміз мынандай күйге келеді. Бұл жерден кинетикалық энергияны табатын болсақ, яғни мынада өрнекте мына өрнекті азайтамыз. Екі жақта да HS кездескендіктен оны жақшаның сыртына шығарып жібереміз де, жақшаның ішінде 1 бөлінген лямбда минус 1 бөлінген лямбда 0 болады. Оны ортақ бөлімге келтіреміз. Мынандай күйге келеді. Осы формуламен шығарамыз. Сан мәндерді орын-орнына қойып есептейміз. Нәтижесінде 6,44 электрон вольт болады екен. Енді бұны қалай есептегенді ашып айтсам,
6,63-ті 3-ке көбейтеміз, 19,89. Минус 34 плюс 8 минус 26 береді. Яғни қарап тұрсаңыздар, H және S тұрақты шамалар олар әдетте бірге әр кезде кездеседі көбейтіндісі. Сондықтан бұл екеуін көбейтіндісін жаттап алсаңыздар, бірден орнына осы мәнді қоя саласыздар. Енді жақшаның ішіне кірісейік. Негіздерінің дәрежелері бірдей болып тұр. Сондықтан да оларды бір-бірінен азайтсақ, 27-тен 1,8 азайтсақ, 25,2. Мына екеуін біреуін ғана жаза саламыз. Енді 27-ні 1,8-ге көбейтсек 48,6. Минус 7 мен минус 7 бірігіп, минус 14 болады. Дәрежесі жоқ сандарды бір-біріне көбейтіп бөлген кезде 10,3. Енді дәрежелерді реттейік. Минус 34 минус 14 плюс 14 болып барады. Минус 7 плюс 14 плюс 7-ні береді. Минус 26 плюс 7 минус 19 джоуль болады. Енді бұны электрон вольтқа айналдыру үшін бір электрон вольттағы джоуль санына бөлеміз. Сонда 10,3-ті 1,6-ға бөлсек 6,44 электрон вольт болады. Міне біз бұл есепті джоуль түрінде және электрон вольт түрінде өрнектеп жаздық. Яғни есепті шығару үшін біз мұнда математикалық білімімізді пайдаландық. Яғни физиканың есептерін шығару үшін математиканы да жақсы білу керек екен. Ал бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау саламат болыңыздар.